Балалар, бүгінгі күнге дейін біз қандай бағдарламамен жұмыс жасап жатырмыз? Айтыңдаршы, кәнекей. Кәне, кім айтады? Айта ғой, Нұрай. Біз қазір Scratch бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Scratch бағдарламасы дегеніміз не екен? Тағы бір еске түсіріп жіберейікші. Кім айтады? Кәне, кім айтады? Нұрай, айта қойшы, тағы да ойланып отырыңдар, жарай ма, балалар? Scratch'те біз анимацияланған ойындарды және де мультфильмдерді құрамыз. Тағы кім айтады? Scratch бағдарламасы туралы. Тағы кім ойын қосып айтады? Кәне, Сезім, Әли, кәне, Іңкәр, өз ойларыңды айта қойыңдаршы, кәнекей. Әли, айта қойшы тағы Scratch туралы не айта аласың? Айтсаңдаршы, балалар. Scratchпен не істейміз біз? Scratch бағдарламасымен айта ғой. Біз Scratch бағдарламасымен ойын ойнаймыз. Ойындар жасауға болады. Түрлі түрлі командаларды қолданып, Scratch жасау. Scratch дегеніміз Нұрай, толықтыра қойшы. Scratch дегеніміз біз Scratch'те өзіміздің қалаған ойындарымызды жасай аламыз. Және қалаған мультфильмдерді фон қойып, кейіпкер қойып, сөйтіп күшті ойындар және де күшті анимациялар мультфильмде жасай аламыз. Жарайсың, Нұрай, жарайсың, Сезім. Тағы да ойымызға түсіре отырайық, міне балалар, осы біз жасап жатқан, осы пайдаланып жатқан Scratch бағдарламасында бірнеше скрипторларды пайдалана отырып ойындар, ертегілер құрастыруымызға болады екен, балалар. Міне солардың бірі, бүгін біз Scratch бағдарламасында бірнеше скрипторларды пайдалана отырып, тағы да бір ойын түрін жасаймыз, Міне бүгінгі біздің пайдаланатын скрипторларымыз. Қараңдаршы, қане қара жіберейік. Бүгінгі жаңа скрипторларымыз бұлардың. Бүгінгі демек балалар, бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз шағын ойындар, Міне сол шағын ойындар құрастыра отырып, біз осы скрипторларды пайдаланамыз. Міне осы скрипторлармен таныса кетейікші, балалар. Қараңдаршы. 1 мен 10 арасынан кездейсоқты таңдау дейді. Бұл қараңдаршы, түсіне қарай отырып, бұл қай блокта? Қай блокта деп ойлайсыңдар? Түсіне қарай отырып, жасыл операторлар бөліміне кіреміз. Бұл ал екінші көрсеткіш көк денеге тиіп тұрма деген скриптор қандай? Көк түсті, яғни бұл қай жақта? Қозғалыс бағдарламасы. Жоқ, бала, шатаспаймыз, Сенсорлар несінде? Сенсорлар блогында тұр, Келесі эффекті түс, эффектіні 25 өзгерту деген скрипторымыз. Бұл қай жерде тұр? Бұл қай жерде? Шатаспаймыз, балалар, кәнекей жақсылап қарашы анықтап. Келбет блогында, жарайсың, Іңкәр. Іңкәр дұрыс тапты, Келбет блогында тұр екен. Келесі, өлшемді өзгерту деген қай блокта тұр бізде? Бұл да Келбет блогында тұр екен. Ал ең маңыздысы бұл не бізде? Басылған кезде. Айта қойшы, Сезім. Қай блокта тұр екен? Оқиғалар блогында орналасқан, Жарайсыңдар, балалар. Енді қараймыз. Осы блоктарды, біз осы скрипторлардың қызметімен танысып кетейік, Біз осы қазір ойындар құрамыз ғой. Сол кезде осылармен қосымша тағы да скрипторларды пайдалана отырып, не істейміз? Жұмыс жасаған кезде осы скрипторларды пайдаланамыз. Сондықтан осылардың қызметімен таныса кетейік, міне, өзің. 1-ден 10 арасында кездейсоқтық таңдау деген, мына 1 мен 10 аралығындағы сандарды жасырған кезде, осы не істейміз? Бұл жерде тек 1 мен 10-ды ғана қоймаймыз, өзімізге мысалы 1 мен 5 деген сандар сияқты айта қойдық. Өзімізге
сөздерді таңдау үшін, иә? Келесімізше, өлшемді өзгерту. Басқаларымызға жауап берейікші, иә? Қане кім айтады тағы да? Айта қойыңдаршы, өлшемді не істейміз? Өлшемді өзгерту. Яғни, не істейміз балалар? Айта қойшы. Өлшемді өзгертіп отырып, жаңа ойындарды да құра аламыз. Иә, біз мысығымызды үлкейте аламыз, иә? Сол өлшем арқылы, иә? Сөйте аламыз ба? Иә? Келісеміз ба? Иә. Ал мынау басылған кезде деген не ол? Кім айтады? Басылған кезде дегеніміз тінтуірді басу арқылы, иә? Мысықты не істейміз? Қосып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, түсінікті ғой балалар, иә? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Түсінікті ма? Түсіндік па? Иә. Түсіндік па? Иә. Енді мына блоктарды кім айтып береді ма? Скрипторларды кім айтады? Айта қойыңдаршы, кәне, бір айтып шығайықшы. Кезек-кезек, иә? Әли, бірінші скретчті айта қойшы. Айта ғой. Кез келген сандарды қоюға болады. 1-ден 10, 1-ден 5-ге, 1-ден 8-ге, 1-ден 7-ге. Жарайсың, өте жарайсың, жақсы. Келесі, сен айта қойшы. Түс эффектісін өзгерту дегеніміз. Қалай түсесің? Айта қойшы, бұны қай кезде қолданамыз? Түсті өзгертетін кезде. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Түсті өзгертетін кезде. Ал өлшемді өзгерту дегенді. Қане, Іңкәр, сен айта қойшы. Өлшемді өзгерту. Сен айта қойшы, Іңкәр. Не істейміз? Өлшемін 15, санын қоя отырып. 15 санын, 20 санын қойып, не істейміз? Өлшемін үлкейте аламыз, жарайсың, Іңкәр. Жақсы, онда балалар бүгінгі жаңа тақырыпты дәптерімізге жазайық. Жаңа тақырыпты дәптерімізге жазып алып, бүгінгі жаңа сөздіктерді дәптерімізге не істейміз? Жазамыз. Жаза қойыңдар алып. Қандай жаңа сөздеріміз бар екен, балалар? Төс, әсер. Төс, әсер деген жаңа сөздеріміз бар екен, иә? Иә. Оны орыс тілінде қалай атайды екен? Төс дегенімізді қалай айтады екен? Свет. Орнымызда отырып айта берейік, иә? Свет деп айтады екен. Ал ағылшын тілінде қалай айтады екен? Нұр деп айтады екен, иә? Жарайсың. Ал әсер дегенімізді ағылшын тілінде қалай айтады екен? Эффект. Жарайсыңдар. Кәнеки енді жазуымызды аяқтайық. Жаңа сөздер, мынаны жазамыз, Іңкәр. Мына сөздерді жазып аламыз. Жылдамдатып жазып алайық, кәнеки. Балалар, мына бүгінгі жаңа өткен тақырыбымызды енді компьютерға тәжірибелік жұмыс жасау арқылы көрсетейік, иә? Кәнеки, мына алдарында бағдарлама ашылып тұр. Енді сол бағдарламаны кітапта бізде екінші суретте берілген скрипторлары. Соған қарап, ұялшақ мысық деген скрипторды құраймыз, иә? Кәнеки, бастайық. Ең бірінші не істеу керек? Білеміз ғой, бәріміз, иә? Басылған кезде. Спрайт басылған кездені таңдап шығарамыз. Жауап дейді. Еңгі дейін жібек жазасын. Қайта олды.
Ал қаны бізде енді Али жасап болыпты, я? Отыр, Али отыр, қазір көрейік енді. Али қалай жасады екен? Қанекей. Али мына жерде бізге енді сан жасырылған етін, я? Енді бізге қандай сан жасырылды дейді. Соны тап деп тұр. Енді қане? Сандарды баса қой. Қандай сан жасырылды екен? Көрейік, қане? Таптың ба, таппадың ба, я? Қара, міне мына белгіні басамыз. О, жарайсың, міне қара. Саған не деді жаңа? Таптың деді. Тағы да таппадың дейді. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма? Али тапты, я, бүгінгі нені, я? Балалар, енді үйге тапсырма. Осы скретчті пайдаланылған скрипторларымызды жаттап келеміз, жарай ма? Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңдар. Сау.